Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз өте дәмді, денсаулыққа пайдалы, сарымсақ қосылған май әзірлейміз. Бізге қажетті ингредиенттер: 500 грамм сары май, 3 бас сарымсақ, 1 ас қасық қара бұрыш бұршағы, 4 дана қалампыр, 1 шағын бума кинза аскөгі, 1 ас қасық кориандр. Түбі қалың кастрюльге сары майды саламыз. Үстіне сарымсақтарды, қара бұрышты, кориандрды, қалампырды, кинза аскөгін салып, өте баяу отқа қоямыз. Бетінде көбіктері пайда болады. Осы көбіктерді қасықпен жайментеп алып отырамыз. Майымыз алтын түстес мөлдір болғанда отты өшіріп қоямыз. Майды сәл суытып, ыдысқа сүзгіш арқылы құйып аламыз. Сарымсақтарды сүзгіштің үстінен езіп жіберсеңіз де болады. Тоңазытқышқа қойып, қатырып алып, дәмін тата бересіздер. Сарымсақты майды осы әдіспен сіздер де жасап көріңіздер. Өте оңай, дәмі ерекше болып шығады. Жаңа рецепттерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыздар. Келесі кездескенше.